Elhamdülillahi hamda şakirin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in thumma amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadırlı ағайын, құрметті жамағат, мұсылмандар үшін ерекше елеулі, қадір қасиеті жоғары болған, келіп қалған Құрбан айт мерекесі баршаларымызға хайырлы құтты мұбарак болсын. Бүгінгі уағызымызға арқау болған тақырып аяму ташриқ, ташриқ күндері және ташриқ тәкбірі турасында болмақ. Ташриқ күндері мұсылман күнтізбесі бойынша ерекше елеулі қасиетті күндер. Ташриқ тәкбірі Құрбан айт күндеріне ғана тән құлшылық ғибадат. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінің 203 аятында «Вәзкуруллаха фи айямин маъдудат» санаулы күндері Алланы еске алыңыздар деп бұйырды. Бұл аяттың тәпсірінде ғалым ғұламалар санаулы күндер бұл аяму ташриқ, ташриқ күндері. Еске алыңыздар дегені тәкбір ташриқ айтыңыздар деген жаратқанның бұйрығы деп түсіндірді. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде аяму ташриқ, аяму аклин ва шурбин ва зикрилла. Ташриқ күндері ішіп жейтін, Алланы еске алатын күндер деді. Міне құрметті жамағат, жоғарыдағы айтып өткен аят хадистерде ташриқ күндері мен тәкбір ташриқтың маңыздылығын меңзеп тұр. Осы орайда ташриқ күндері қай күндер, ташриқ тәкбірлері қай уақыттарда айтылады? Осы мәселеге тоқталсақ. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде ардақты Алла елшісі Арафа күні таң намазының парызынан кейін өзінің сахабаларына аля маканикум, орындарыңыздан тапжылмаңыздар. Ва яқулу Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Алла аса ұлық, Алла аса ұлық, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Алла аса ұлық, Алла аса ұлық, барлық мақтау Аллаға тән деген тәкбір Алла Тағаланы ұлықтау сөздерін айтады. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл тәкбірлер Арафа күні таң намазының парызынан кейін ташриқ күндері, яғни айттың 4-ші күні асыр намазына дейін жалғасын табады деп айтты. Имам Абу Ханифа рахимахулланың көзқарасы бойынша ташриқ тәкбірі аталған ташриқ күндері әрбір парыз намаздардан кейін бір рет айту уәжіп. Кімдерге уәжіп? Ақыл есі дұрыс, ер, жолаушы болмаған тұрғылықты адам, және де намазды жамағатпен оқыған кісіге дейді. Осы шарттары бар адамдарға тәкбір ташриқын бір рет айту уәжіп деді. Міне осындай жағдайда тәкбір ташриқ уәжіп болады деді. Ал имам Абу Ханифаның шәкірттері имам Мұхаммад пен Абу Юсуф мейлі әйел болсын, жолаушы болсын, жеке намазды оқысын, тәкбір ташриғын айту уәжіп деді. Қалай дегенменде тәкбір ташриғының маңыздылығын және де ерекше құлшылық екендігін байқап отырмыз. Пайғамбарымыз жаңағы жоғары хадисте аяму ташриқ, аяму аклин ва шурбин дейді. Ташриқ күндері ішіп жейтін күндер деді. Демек, ташриқ күндері ораза ұстамаған дұрыс. Осы күні көңілге қуаныш, шаттық сыйлайтын мерекелі күндерде тума туысқандарды аралап, дәм алып, мәз мейрам болып, ас ішетін күн екен. Құрбан айт күндері. Әрине, ташриқтың алғашқы Арафа күні пайғамбарымыздың хадисінде келгендей, бір күн ораза ұстау Арафа күні қажылыққа бармаған адамдар үшін бұл сүннет пайғамбарымыздың. Қалған құрбан айт күндері ораза ұстамаған дұрыс. Осы күндері көпшілікпен тойлап, бір мерейлі бір мерекеге
ұлан қайыр тойға ұластыру керек құрбан айтты. Туысқандарды аралау керек, дәм алу керек. Сондай-ақ бұл тәкбір тәшриғи жаңа ғана айттық, тек парыз намаздардан кейін ғана айтылады. Сүннет, нәпіл, уәжіп намаздардан кейін айтылмайды. Егер де кімде-кім белгілі бір себептерге байланысты парыз намаздардан кейін тәкбір тәшриғи айта алмаса, ұмытып кетсе, онда сол күнгі парыз намаздардан кейін соның қазасын өтейді. Құрметті жамағат, қадірлі ағайын туысқандар, осы қасиетті Құран-ы Кәрімнің аяттарынан, пайғамбарымыздың хадистерінен аямут ташрих, ташрих күндері мен ташрих тәкбірінің ерекше маңызы мен зор құлшылық ғибадат екендігіне тоқталдық. Олай болса, осы күндері Алланы көп ұлықтап, парыз намаздардан кейін тәкбір тәшрихті ұмытпайық. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.